Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. As-Sawad al-A'zam Al-Hakim As-Samarqandi. Aqida darsi As-Sawad al-A'zam atты aqida kitobidan 50-chi tarovda o'qiymiz. Bugun kasb etu, ya'ni жұмыс deb nan tauып жеу төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. وما قلنا أنه ينبغي له أن يعلم مؤمن مسلمان кісінің білуі тиіс أن الكسب يفترض кәсіп ету في بعض الأوقات кей уақыттарда парыз болады. Мысалы, үйленгеннен кейін әйел бала шағасын күндік нәпақасын тауып беру отағасына парыз. Және де ғибадат ете алатындай, бойына күш қуат жинау, және де өмір сүре алатындай нәпақасын тауып жеу, ол да парыз. لأن الله تعالى قال, өйткені Алла Тағала Құранда Мариям анамызға былай дейді. Мариям анамыз толғаға қысып қатты қиналған уақытта құрма ағашының түбіне барады, қайғырып барады. Тіптен өмір сүрмей ұмытылып кеткенімде, дүниеге келмегенімде деген сияқты осылай қайғырып Мариям анамыз құрма ағашының түбіне барады. Сонда ағасының астынан періштенің дауысы естіледі. Кейіме Раббың астынан бір бұлақ жаратты. Вахузи илейки биджаз'ин нахлати. Құрманың бұтағын өзіне қарай сілкіле. Тусақит алейки рутабан жания. Саған жаңа піскен құрма түссін деп Мариям анамызға дауыс естіледі сондай. Мариям сүресі 25-ші аят. Міне осы жерде, осы аятта бұтақты сілкіле деп тұр Алла Тағала. Алла қаласа сол жерде құрмаларды ағаштан түсірер еді Мариям анамыздың жанына. Дегенмен Алланың жаратқан ризығын күш жұмсап, әрекет жасап алуды осы жерде бұйырып отыр. Алла Тағаланың жаратқан ризығын мұъмин мұсылман пенде талап ету керек екен, яғни ризық іздеу керек екен. Басқа бір аятта وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ, басқа аятта Алла Құдай Тағала былай деді: وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا, күндізді тіршілікке жараттық. Нәбә сүресі 11-ші аят. Бұның бәрі нені білдіреді? Бұның бәрі кәсіп етіп, нан тауып, жұмыс істеу, осылайша күндік нәпақасын табу парыз екендігін білдіреді. وَعَلَمْ, біліп қойғын, أَنَّ تَرْكَ الْكَسْبِ رُخْصَةٌ, кей жағдайларда кәсіп етуді, жұмыс істеуді тәрк етуге рұқсат. Жоғарыда ефтаризу дедік, парыз дедік, алайда 24 сағаттағы тоқтаусыз парыз емес. Адам 24 сағат тоқтаусыз кәсіп етуі немесе жұмыс істеуі мүмкін емес. Күннің біраз уақытын істеп, қалған уақытын демалуға болады. Және демалыс күндері бар. وَإِنْكَارَ الْكَسْبِ وَأَنَّ إِنْكَارَ الْكَسْبِ деп тұрмыз жерде. Яғни фатха болуының себебі сол, мансуп болуының себебі وَأَنَّ إِنْكَارَ الْكَسْبِ деген сөз. Және кәсіп етуді жоққа шығару, яғни жұмыс істеп нан табу, күнделік нәпақасын іздеу, табуды жоққа шығару бидатун, бидғат болып табылады. وَرُؤْيَةَ الرِّزْقِ مِنَ الْكَسْبِ, нердедім وَرُؤْيَةَ мәнсуп болуының себебі وَأَنَّ аға кетіп жатыр. وَرُؤْيَةَ الرِّزْقِ, ризық несібені مِنَ الْكَسْبِ, жұмыс істеудің нәтижесінде келеді деп ойлау күфрун, күпірлік екен. Ризықты Алла Тағала өзі қалаған мөлшерде береді. Бұған мұсылман кісі сенеді. Бірінкіні кең етіп беру мүмкін, бірінкіні тар етіп беру мүмкін. Біз әрекет жасап жұмыс істейміз, бірақ бәрібір ризық беруші Алла Тағала. Осыған мұъмин мұсылман сенеді. Ал жұмыс істемесем ризығым кесіліп қалады деп мұъмин мұсылман сенбейді. Кәсіп етуді, жұмысты ол себеп ретінде біледі. Дегенмен Алла Тағала ризық несібе Алла Тағаладан келетіндігіне, Алла Тағаланың өлшеп белгілеп қойған ризығының бар екендігіне мұъмин мұсылман сенуі тиіс. Жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей де, ризық несібе Алла Тағаладан келеді деп сенгенімен де жұмысты тәрк етіп қоймайды. Күнделік нәпақасын табуға әрекет жасау парыз. Ол жаңа жоғарыда аятта да айтып отты. Әзірет Мариям анамызға
ризық несібені жаратып қойған, дегенмен сол ризық несібенің өзін алуды не деді? Уахузи деді. Бұтақты сілкіле деді. Әрекет жаса деді. Сол сияқты мұмин мұсылман Алла тағаланың бөліп қойған, жаратып қойған, пешенесіне жазып қойған ризығы несібесін талап ету керек екен, кәсіп етіп іздеу керек екен. Хазірет Омар кезінде бір 3 кісі мешітте үнемі отырады екен. Соны бір күні Хазірет Омар келіп себебін сұраған кезде олар айтады, біз мүтәуәккилшіміз, яғни біз тәуекел етушіміз дейді. Сонда Хазірет Омар ашуланып оларға, сендер тәуекелші емессіңдер, сендер арам тамақсыңдар деп қолындағы аса таяғымен оларды қуып шыққан екен, барыңдар жұмыс істеңдер деп. Сол сияқты еш жұмыс істемей Алла тағаладан ризық күтіп жата беру де исламда құтылмайтын әрекет. Мұсылман кәсіп етіп қолдан келгенше нан табуға әрекет жасайды, бірақ бәрібір ризық несібе беруші Алла екендігіне сенеді. Біз ризығымызды арттыр деп дұға етеміз. Аллахумма бәрик лана фима разақтана дейміз. Жаңа берген ризықтарында бізге береке бер деп дұға етеміз. Аллахумма рзуқна ризқан тәммән дейміз. Яғни Алла тағала бізге толықтай ризығыңды бер деп айтамыз. Бұның бәрі нені білдіреді? Бұның бәрі ризық несібен Алла тағаладан келетіндігіне. Ал жұмыс, іс-әрекет, бұның бәрі себеп екендігіне дәлел. Уалим, және біліп қойың, әнне мән ләм ярал кәсбә, кімде-кім кәсіп етуді мақұл көрмей, орааху бид'атан, және ол нәрсені кәсіп етуді бидғат деп білсе, яғни дінде жоқ деп білсе, фахуа каррамиюн, ол адам карамия ағымына тән адам. Пайғамбарымыздың тәліміне жүгінетін әхлі сүнна уәл жамаат мұсылмандар кәсіп қылып жұмыс істеуді керек деп біледі. Өйткені хадистерде болсын, аяттарда болсын, осы кәсіп етуді, жұмыс істеуді, күнделікті нәпақаны табуды бұйырған көптеген деректер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, өз еңбегімен тапқаннан артық нәрсе жоқ деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ары қарай былай дейді, Алланың пайғамбары Дәуд пайғамбар да өзі еңбектеніп, өзі нанын тауып жейтін деген сахих хадисі бар. Басқа бір хадисте отын жинап арқасына арқалап нәпақасын табуы тіленшілікпен айналысудан хайырлы деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ары қарай оқимыз. Уаянбағи ан якунал кәсбу, сондай-ақ кәсіп тахтал яқини, яқинның астында болуы шарт. Яқин аясында болу керек. Яғни ризық Алладан келетіндігіне, ризық беруші Алла екендігіне нақты сенімді болған күйі жұмыс істейді мұсылман. Себеп ретінде көреді жұмысты, әсілі ризық несібе беруші Алла екендігіне сенуі керек. Яқин, яғни анық, айқын сенім, айқын наным аясында болуы керек. Уатаваккулу алал яқини, және тәуекел де яқинға сүйену керек. Тәуекелдің сыры жүректің жалғыз Аллаға сүйенуі. Тәуекел деген негізгі тәуекел сол. Себеп салдардың болуы тәуекелге зиян жоқ. Қашан? Егер жүрек бір жаратушыға сүйеніп, оған ғана арқа сүйеп тұрса. Кәсіп қылғанда да бір Аллаға арқа сүйеп кәсіп етеді мұсылман. Нәтижесін Алладан күтеді. Тәуекелдің сыры сол. Фәмәтә ләм якунил кәсбу тахтал яқини, қашан кәсіп яқинның аясында болмаса, кәна куфран, ол күпірлік болмақ. Яғни ризық несібе бір Алладан келетіндігіне күмән келтірсе, түбегейлі жұмыстан, кәсіптен ризық несібе пайда болады деп солай нанса, кәсіп етуді, жұмыс істеуді ризықтың негізгі қайнар көзі деп сенсе, ол күпірлік болады екен. Бұрынғы Совет өкімет уағында, кеңес уағында еңбек деп өтті. Бұл жартылай ислам дініне сәйкес келеді бұндай түсінік, жартылай сәйкес келмейді екен. Исламда не дейді? Еңбек ету, кәсіп ету, жұмыс істеу бұл себеп салдар. Ол да парыз, ол да керек. Бірақ негізгі ризық несібе беруші, негізгі ризық несібен өлшеп тағайындап белгілеп қойған ол кім? Ол Алла тағала. Лианналлаха та'ала қала. Өйткені Алла тағала былай деді Құранда. Аллаху лази халақакум. Ол Алла сондай сендерді жаратты. Сумма разақакум. Одан сон ризықтарынды берді. Сумма юмитукум. Жандарынды алады. Сумма юхикум. Одан кейін қайта тірілтеді. Рум сүресі 40 аят. Яғни бұл жерде не деп тұр? Бұл жерде ризықты Алла тағала беретіндігін ашық айтып отыр. Ал жұмыс, еңбек ол себеп салдар.